Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін микроволновканы қалай тазалайтынымыз туралы, қатып қалған майларды. Алдын ала айтайын, бұл микроволновканы 2 ай қолданбаған микроволновка, сол үшін осындай қатты кір болып тұр. Ең бірінші бізге су қажет, ас содасы және уксус қажет. Осыларды араластырғаннан кейін реакция болады. Қазір видеода көресіздер. Міне осындай реакция болғаннан кейін микроволновкаға 10 минутқа қоясыздар. 10 минутқа қойғаннан кейін, біткеннен кейін міндетті түрде губкаңызбен, болмаса қолыңызда бар тряпкаңызбен жақсылап сүртіп алуыңыз керек. Видеода көріп тұрғандағыдай. Майлары жұмсарып, өте таза болып шығады. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін.